Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, мені арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ләззат. Достар, мен бүгін сіздерге өте ерекше тағам рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші етті тұз бен соя соусын қосып, жақсылап маринаттап қоятын боламыз. Біздің етіміз маринатталып болғанша, өзімізге қажетті көкөністерді турап дайындап аламыз. Достар, егерде сіздер бір тағамнан жалыққан болсаңыздар, дәл осы тағамды да дайындап көрсеңіздер болады. Өте ерекше дәмді тағам рецептісі. Қызанақ пен қиярды да ұзыншалап, дәл осы видеодағыдай етіп турайтын боламыз. Сәбізді үккіштен өткізіп дайындап қойған болатынмын. Достар, егерде менің осы видеомды пайдалы деп тапсаңыздар, төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы өздеріңіздің достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Менің видеомның таралуына өз үлесіңізді қосып жіберіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте қажет. Және де достар, менің арнамда көптеген мастер-класстан алынған рецепттер бар. Барлығы да шынайы, бір жасағаннан ақ шығатын сәтті рецепттер. Сондықтан да арнамды жіберіп алмаңыздар. Арнамды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, төмендегі колокольчик батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Колокольчик батырмасын басатын болсаңыздар, арнамдағы рецепттерді бірінші болып көретін боласыздар. Барлық көкөністі турап алдық. Келесі кезекте қазанымызды қыздырып, оған май құйып, одан соң маринатталған етті салып, қуыратын боламыз. Дәл осылайша қызарғанша әдемі етіп қуырамыз, достар. Дәл осы мезетте мен келесі ыдысымызға күрішті жабыспайтындай етіп, кереметтей етіп қуырып дайындап қойып жатырмын. Пиязды да дәл осылайша қуырамыз. Осылайша кезекпен кезек қызанақты, тәтті бұрышты, қиярды бірінен соң бірін сала отырып 5 минуттан қуырамыз. Дәмін келтіру үшін татымына қарай тұз, бұрышын, дәмдеуіштерін қосамыз. Тағам барлығында отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Өте керемет тағам. Кешкі асқа да, түскі асқа да жасай берсеңіздер болады. Ет піскенше аздап су құйып бұқтырып жіберсеңіздер болады. Менің етім жас ет болғандықтан мен су құйған жоқпын. Біздің тағамымыздың иісі бұрқырап, өте керемет болып дайындалуда. Қиярды салғаннан кейін 2-3 минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз да, одан соң біздің тағамымыз дайын болады. Мінекей достар, біздің тағамымыз дайын болды. Келесі кезекте оны біз күрішімізді әсемдеп қоямыз да, одан соң тағамымызды әдемілеп салып, дастарханымызға ұсына берсек болады. Иісі мұрны жарарлықтай өте керемет тағам рецептісі. Қонаққа да, отбасыларыңызға да жасай берсеңіздер болады. Видеоны қарағандарыңызға көп рахмет. Арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Әсемдік үшін аскөкті де себуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.